Сіздерді шеберлік каналында көруге қуаныштымын. Бүгін осындай аяқ киімді әсемдеп тігуді мен бұрындар көрсеткен болатынмын. Ал енді кейбір кездерде осындай аяқ киімнің жандарында тігу қажет болып жатады. Бұны бігізбен емес, ал иненің көмегімен. Осындай үлкен инелер бар ғой. Үлкен ине, бұның ұшын кішкенемен қатты үшкір болмас үшін алып тастағам. Бұл не үшін қажет дейсіздер ғой? Бұндай тігіс барлық кезде кездесе бермейді аяқ киімдерде. Бірақ осындай былғардан, таза былғардан жасалған аяқ киімдерде осылай әсемдеп тігіп жатады. Соны жаңартып жатырмын мен қазір. Мынау жаңадан тіккенмін. Осы жаңадан тігіп шықтым. Неге? Өйткені былғары таза былғарыдан болғандықтан осы аяқ киім. Былғарының өзі құртылмайды. Ұзақ шыдайды, төтеп береді. Әртүрлі қиыншылықтарға, су болсын, ыстық болсын. Бірақ дегенмен де осы жіптері, мынау жаңа көрсеткенім ол алдында тік қойғаным. Ал мынау енді біраз көріп отырсыздар, жіптер шіріген. Сондықтан осылай үзілуге шақ қалып тұр. Енді мына жерін қалай тігуге қатысты сәндеп мен видео жазған болатын. Оны астына салып қоям, жазып қоям. Немесе соңында осы видеоны көре аласыздар. Ал мына жерін көріп тұрған шығарсыздар. Қазір сіздерге көрсетейін. Бұл қаншалықты мына жерінің өзінде ақ тігісі сөгіліп кеткен, көріп тұрған шығарсыздар. Ал енді бұрынғы тігістеріне қатысты келетін болсақ, жалпы қазір көрсетейін сіздерге. Жібін ажыратып жатырмын. Қаншалықты неге жаңағыдай инемен тігіп шыққан жөн? Өйткені оның сапалық жағынан айтсақ. Мысалы қараңыздар, мынау жіпті мен былай тартатын болсам сөгіліп жатыр. Неге? Өйткені сырт жағынан кәдімгі сапалы жіп болса да, ал ішінде осы машинаның жібі сияқты, тігін машина айтам. Соның жібіне ұқсайды. Жұқа. Мына жерінде де қалып тұр. Осыны қалай біз тігеміз, нені ескереміз? Ал мына жерінде мен жаңа көрсеткендей екі бетінде тігіп шықтым. Ал енді бізге қазір қажет болатын, жаңа айтқандай, жіп қажет болады және ине. Әркімнің үй жағдайында осыны істеуге болады. Әркім үйінде бар деп ойлаймын. Осындай үлкен ине. Цыган инесі дейді кейде. Сонымен мына жерде өлшеу үшін бізге қалай өлшейміз мына жерге қажетті жіпті? Яғни бұлай тігіледі бұл. Сосын мына жерге дейін. Сонымен аламда осы ұзындықты, яғни мына ұзындығын төртке істеймін. Әдетте тура осы жіппен тігісті былғардан әртүрлі кошелек, портмоне жасайды, сүмке тігіп жатады кейбіреулер. Тура осы тігісті қолданады. Не осыған ұқсас басқа түрлерінде қолданып жатады. Және өздеріңіз байқағандай қайшы да керек болып жатады. Жаңа мен басында атап өтпедім ана. Ал қазір қараңыздар. Яғни жіпті өткізіп жатырмын. Бұны енді әдеттегі тігістен әдеттегі инеден өткізген айырмашылығы, әдетте бір жағына ғана өткіземіз инен. Ал мынау тігісте екі жағынан өткіземіз инен. Неге мен сіздерге екі инені көрсеттім? Өйткені екі ұшына екі ине кіргізіледі. Қазір көресіздер. Ол қалай деп түсінбей жатқан шығарсыздар. Яғни қараңыздар, өткізген жіптің мынау бұрышына аламын да мен
жіптің дәл ортасына. Егер сіздердіңкі менікі сияқтыдай жіп болмаса, ол қандай жіп десеңіздер, қараңыздар. Бұл кәдімгі капрон жіптен ерекшелігі мынау жіптің. Әрине, капрон жібі де жарайды. Ол қандай жіп десеңіздер, әдетте қолданып жүрген жіп. Міне, былай ширатылған бұл. Ширатылған. Осы жіппен, осындай жіппен қолданатын болсаңыздар, сіздер оны екі қайтара осылай түйіндесеңіздер болады. Ол қалай десеңіздер, міне мен бір ұшын кіргізіп қойдым. Ал екінші ұшын тағы көрсем, бірақ бұл жағын екі қайтара отырып істеймін. Міне қараңыздар, яғни мына жерде бір рет кіргіземін. Сосын мына жағына сіздерге көрсетіп кіргізейін. Яғни мына жағына жіптің екі ортасының сонда іліп алып жатырмын да. Содан кейін барып міне ілінген жағы, міне біріншісін шығарып жібердім міне. Және екіншісін тура солай істедім. Және былай тартып қоям. Сонда міне бұл жіп иненің көзінен шығып кетпейді. Сонымен бізге осындай екі ине қажет. Көріп тұрғаныңыздай біреуін тек қана біреумен ғана кіргізе салдым, ал мынау екіншісінде екеу. Сонымен біз бұрынғы тесіктері өздерінде бар. Айтпақшы, мен бұл жерден жіптерін алып тастамаппын толығымен. Сол себепті қазір мына жеріндегі шығып тұрған жіптерді алып тастайын. Қазір мынаны ішіндегі жіптер тастадым. Сонымен өзінің тесіліп қойған жерлері бар бұның. Сол себепті бізге тесудің қажеті жоқ. Бірақ сәл бұрынғы тесіктеріне кіргізу керекті. Яғни қараңыздар, жіпті кіргіздім, инені кіргіздім. Және осы жағдайда қалай істейміз енді? Қараңыздар, екі үшін бірдей қылып өткізіп алу қажет болады. Камера кедергі жасағандықтан мен көрсетіп жатқан жоқпын ұштарын. Ыңғайсыздау сәл. Сонымен кеттік. Екі ұшын бірдей қылып алдым. Енді мына бетіне шығардым. Айтпақшы, бір ескеретін жайт, егер сіздер қазір инені шығарып алайын. Яғни қараңыздар, мына жағындағы жіпті толығымен бер жағына қарай шығардым. Бірақ былай мына жіптің, егер ішіндегі жіптің, ине мен жіптің, мен мына жағынан оң жағынан қарай алып отырсам, өз жағынан санағанда, мынаны сол жағынан кіргізіп отыруым қажет болады. Және осы реттілікті үнемі есте ұстап отырамыз. Яғни мен жаңа алып кірген жағын жібіне кірмеген дұрыс. Жіптен бөлек болсын. Жіптің кесіп кетпесін. Сол себепті сәл тартып тұрып кіргізу қажет болады. Алдындағы тігістің тіккен
Қараңыздар. Тарттым. Көрініп тұр ме? Инені өткізіп жатырмын. Жаңа сіздерге түсіндіргендей оң жағынан кетті. Мына жағына қарай қоям. О жағына қойғаннан бұрын былай қарай істеймін, бірақ оң жағында тұр. Шатасып кетпесін. Бірізділікті сақтаймыз. Ине шығып жатыр. Яғни әр екі жіпті екі инені екі жаққа қарай өткізгеннен кейін үнемі не істеп отырамыз? Келесі қадамды, келесі тағы да тігісті істемес бұрын сәл тартып қоямыз, екі жақтан өткізіп болғаннан кейін. Осылай жалғастыра береміз. Яғни мен бітірдім. Толығымен бітірген жоқпын әрине. Тігіске қатысты айтып тұрмын. Сәл тартып қоямын. Ары қарай осылай жалғастыра беремін. Келесі. Басқа жерді тесіп жібермеңіздер. Иненің тесетін үшкір болмасын. Сол кездерде бұрынғы тесіктеріне кіргізіп екінші бетінен шығарып отырасыздар. Ішінде де сыртында да қалып кетпес үшін сәл ғана тартып қоям. Қатты күш салып тартудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені тігістің бірдей тартылыста болғаны жақсы, тігілген жерлер. Етпесе былғарыны бүжір-бүжір қылып қоюы мүмкін. Осылай қазір осы жерлерді былай толығымен мына жерге дейін тігіп шығамын. Оны сіздерге барлығын көрсетпей ақ қояйын. Осы видео онсыз да ұзақ болып кетті. Ал соңында қалай бітіруге болатындығын көрсетемін. Сонымен осы тігісінде соңына келдік. Міне өздеріңіз көріп отырғандай. Соңғы тігісі. Соңғының алдындағы сияқты. Неге? Өйткені ар жағында тағы бір тігіс бар. Айтпақшы, тек қана сыртынан тігіп бастасаңыздар, барлығы бірізділікпен сыртынан басталу керек, және ішінен жалғасады. Ішіндегі инемен. А егер ішінен бастасаңыздар, тура сондай бірізділікпен сыртына да ішінен бастайсыздар, сыртымен ішіне қарай кіргізесіздер. Қалай болса солай емес. Осы бірізділіктің арқасында, яғни сыртынан кіргізіп, сыртынан бастап, ішіне аяқтап, және осы жалғастыра беретін болсаңыздар, онда бір тегіс болып шығады. Соңғысы.
Және біткеннен кейін не істейміз? Екі жіпті алып жаңағы бір-біріне әдетте біз байлаймыз ғой. Екі жіпті соғсап, осы жерден де былай оратып алдым жіпті. Және екіншісін екі рет орап байлап жатырмыз жіптерін. Қатты тартамыз. Мына жерде көрініп тұрған шығар. Және бұларды қырыққан кезде енді қалай көрсетсем болады екен сіздерге, камерада көрінетіндей. Сәл бір 1,5-2 миллиметрлік ұзындықта аласыздар. Қазір кешірім өтінем, бөліп жіберді. Яғни қараңыздар, міне жіп мынау емес, мынау астындағы жіпті айтамын. Міне сәл шығып тұр. Не үшін қалдырдым? Осылай спичкамен аламда. Қазір ұштарын жаңа жібердім. Көрсетпей жатыр. Міне. Мына бір жерде міне. Сонымен не болды? Қалай болды? Тігісіне қатысты. Міне. Бұл тігістің ерекшелігі әр жіп өз бетінше. Яғни дербес. Яғни біреуі үзілетін болса, бұның сырт жағындағысы үзілетін болса, ішіндегісіне тура соның тұсындағы мына жерді айтады. Ол жер үзілмейді. Мына жердегі сияқты емес. Мына жер қазір үзілетін болса, бір жері мысалы. Мына жер үзілетін болса, онда бүкіл тігісіне әсер етеді. Бүкіл тігісі ажырайды мысалы. Көрдіңіздер ме? Ажырап кете береді бұл. Ал мынау инемен тіккен тігістің ерекшелігі. Бұл бір жерінен үзілетін болса, бүкіл тігіске әсер етпейді. Өйткені әрқайсысы сыртындағы инемен жаңа тіккеніміз, ол сыртындағы бөлек, ішіндегі бөлек. Ал мына жерде, міне мынау заводтан солай шыққан. Және мынаны қараңыздар. Ішіндегі жұқа, сыртындағысы қалың. Сол себепті мынандай тігістің ерекшелігі сонда. Ол өз бетінше әрқайсысы жеке екі жіппен екі бөлек болғандықтан, әрине бұл жердегі жіптің сапасына келетін болсақ, бұл өте күшті. Сол себепті, қымбатты көрермендер, жазылыңыздар. Жазылмасаңыздар біздің каналға, жазылған болсаңыздар басқалармен бөлісіңіздер. Әрі жиі көріп тұрыңыздар, үйреніңіздер, үй жағдайында ары қарай да аяқ киімдеріңіз жөндей беріңіздер. Жақсы, аман сау болыңыздар.